Менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Рима. Бүгін біз осындай керемет холодец дайындайтын боламыз. Сіздермен толық рецептпен бөлісетін боламын. Қазіргі кезде осындай өте дәмді әрі пайдалы коллагенге бай холодец дайындайтын боламыз. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де видеоның соңына дейін көріп, менімен бірге жасап көріңіздер. Алдымен біз тысымызға суымызды құйып аламыз кастрюлемізге, және тазалап жуылған сирақтарымызды осылай салып аламыз. Мынандай килограмм деп айта алмаймын, батайда өзіңіздің қалауыңызбен салсаңыздар болады. Осы кастрюлеміз бір қайнағанша осылай қойып қоямыз. Мына біздің сирақтарымыз бір қайнап шықты. Ендігі осы суымызды төгіп тастайтын боламыз. Суымызды ауыстырып, холодецтерімізді жуып кері салатын боламыз. Мұны барлығын осылай шығарып аламыз. Ендігі мен екінші рет суымды ауыстырып құйдым. Салқын суымызға мына жуып алған сирақтарымызды кері саламыз барлығын. Осылай сыйғыздырып салып аламыз. Енді осы сирағымызды 4 сағат баяу отта қайнатамыз. Асты жай болу қажет, біздің суымыз сарқып қалмауымыз қажет. Ендігі мына 4 сағат қайнағаннан кейін сирақтарымыздың үстіне осылай 2 дана сәбіз және де лаурел листімізді, сарымсақтарымызды және де пиязымызды салып, осылай тұз бұрышымызды қалауынша саласыздар, тұзына қарап. Және де етімізден саламыз. Сиыр етінен салдым мен, қалауынша. Көп ет қаласаңыздар, көптеу салуға, аз шамалы ет болған қаласаңыздар, шамалы етте жарайды. Және де оны 3 сағатта қайнатамыз. Мына менде 3 сағат қайнады. Өте керемет болып пісіп шықты. Сирақтарымыздың сүйектерінен ажыратылып, керемет болып пісіп шықты. Енді осы сирақтарымызды, еттерімізді барлығын осылай шығарып аламыз. Шығарып алғаннан кейін осы етімізді, сирағымызды барлығын кесіп аламыз. Барлығында толықтай сүйектен ажыратып аламыз. Мына уақтап, әдемілеп барлығын кесіп шықтық. Мына осылай жақсылап тура аламыз уақтап. Жасалдық. Өте керемет піскен. Енді осы етімізді ыдыстарға салып шығатын боламыз. Өздеріңіздің қалауыңызбен әдемілеп және де толық бір үлкен ыдысқа салсаңыздар да болады. Мен осылай әдемілік үшін ыдысыма петрушка салып және де сәбіз, жұмыртқа салып әдеміледім. Барлығы да өзі фантазияңызбен жасасаңыздар болады. Мұнда жүгері салсаңыздар да осылай әдемілеп салып шығамыз. Өте әдемі, керемет болып шығатын холодец. Дәмі де өте керемет. Мұны осылай барлығын салып шықтық. Әдемілік. Ендігі банаға турап алған етімізді араластырып, осылай салып шығамыз. Еті көп болсын десеңіздер, молдау ет салсаңыздар, етін аз болған қаласаңыздар, шағын ғана ет салсаңыздар болады. Осылай барлығын әдемілеп келтіріп салып аламыз, ыдыстарымызға бөліп. Менде осындай ыдыстан 5 ыдыс шықты. Өте молынан керемет шығады.
осылай бөліп алдық. Ендігі біз сорпамызды сүзіп аламыз. Міндетті түрде сүзіп алу қажет сорпамызды. Сол сорпамызға қалауынша сарымсақ қоссаңыздар болады. Уақтап турап мен ұмытып кетіппін. Мұнда өзіңіздің қалауыңызбен қосуға болады. Енді осы сорпамызды барлығын құйып шығамыз. Осылай біздің мына етіміз барлығы батып тұратындай етіп әдемілеп құйып аламыз осылай. Өзінің формасын жақсы ұстайды, керемет болып шығады. Несі ерімейді, сорпасы қою керемет болып шығатын. Холодец. Барлығын бөліп құйып шықтық. Ендігі осы холодестерімізді бір түнге тыныштыққа салып алатын боламыз. Бір түн бізде толық тұру қажет. Мына бізде бір түн тұрды, өте керемет өз-өзін ұстады. Мына осындай болып шықты. Енді осыларды жан-жағын осылай пышақпен көтеріңкіреп ыдысымыздан шығарып алатын боламыз. Барлығын сол жандарын көтереміз. Осылай көтеріліп, қазір аударған кезде өте әдемі шығу үшін өзіңіз әдемілеп, әрлеп қойсаңыздар болады. Мен осылай ыдысқа ілесе салатын қойып, осылай әдемілеп келтірдім. Мұны қараңыздар, өте керемет әп-әдемі болып шықты. Ортаға қойсаңыздар да қонақ келгенде әдемі болып дастарханыңыз ашып тұрады. Формасын жақсы ұстайды, тез еріп кетпейді. Өте керемет болып шығатын рецепт. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Өте коллагенге бай керемет холодец. Пайдасы да өте зор. Қазір қыстың кезінде жеуге өте пайдалы. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Және де отбасыңызды, қонақтарыңызды қуантсаңыздар болады. Мына кескен кездегі ішкі дүниесін көрсетейін. Өте керемет әдемі болып шығатын холодецтердің бірі. Баршаңызға көп рахмет. Келесі видеода кездескенше.